Сәлем достар, бүгін біз жылқы етінен қайнатылған сорпа дайындайтын боламыз. Олай болса кеттік. Суымызға, мұздай салқын суымызға осындай тұздалған жылқы етін, сүйекті немесе етін салсаңыздар болады, қайнатып, көбігін алып, жарты сағаттан кейін, 40 минуттан кейін етіміз пісе бастағанда сәбізімізді саламыз, 10-15 минуттан кейін картоплымызды саламыз. Дәміне қарай тұз, сонымен сорпамыз жақсылап қайнап, осылай тұнық сорпа болғанша жай отпен қайнатып қоясыз. Астын баяу қылып. Міне осымен біздің сорпамыз дайын, өте оңай. Көбісі пияз салып жатады, мен пияз қоспаймын сорпаға көбіне. Міне осылай біздің сорпамыз дайын болды. Барлықтарыңызға рахмет, соны үйден қарағандарыңызға ас болсын. Әрине сорпаны қой етінен немесе сиыр етінен де жасауға болады, бірақ маған жылқы етінен қаттырақ ұнайды. Тіркелуді ұмытпаңыздар, комментарийде сіздерге қандай сорпа ұнайды, соны жазып кетіңіздер. Сау болыңыздар.